Сәлеметсіңдер ме оқушылар, бүгін 8-ші сынып қазақ тілі пәнінің 2-91 БЖБ-сын талдайтын боламыз. Тақырып кәсіп пен еңбек, болашақ мамандықтары, лексика бөлімі. Бізде 3 тапсырма берілген. Бірінші тапсырма: мәтінді мұқият тыңдаңыз, кестені толтырыңыз. Мамандық таңдаудың оңай жұмыс еместігін, мамандықты темпераментке сай таңдау керектігін, тіпті әлемдегі ең қауіпті мамандық түрлерінің бар екенін де білеміз. Мектеп түлектері ұбт сынағын бітіріп, оқу орны мен мамандықтарын өздері таңдайды. Мамандық таңдау деген өзің айналысқың келетін жұмысты таңдау ғана емес, өзің араласқың келетін ортаны да таңдау. Қазақ адам екі түрлі жағдайда қателеспеу керек. Бірі жар таңдағанда, екіншісі мамандық таңдағанда деп бекер айтпаса керек. Мамандық сөзі латын сөзінен шыққан, жұрт алдында сөйлеу, жариялау дегенге саяды. Есте жоқ ескі заманда мамандықтың қазіргідей түрі болмады. Әр адам барлық жұмыспен өзі ғана айналысатын. Дегенмен әйелдер мен ерлерге деп бөлінетін жұмыстар болған. Ерлер аң аулап, үй тұрғызып, қару-жарақ жасаса, әйелдер жеуге жарамды өсімдіктерді жинап, тамақ пісірген, киім-кешек тігіп, бала тәрбиелеген. Заман өзгерген сайын адамда жетіліп, нарықтық қарым-қатынас пайда болды. Қоғам дамып, дүниеге түрлі жұмыстар, түрлі мамандықтар келді. Кез келген еңбек мамандық емес. Еңбектің мамандық деп аталуының өзіндік шарттары бар. Бірі, маман атануыңыз үшін білім алып, қолыңызға сол саланың дипломын, куәлігін, аттестаты не сертификатын алуыңыз керек болса, екіншісі еңбегіңізге ақының төлену қажеттігі. Өз ісінің нағыз маманы атану екінің бірінің еншісіне бұйырмаған. Ол үшін ең алдымен мамандығыңызға деген махаббат керек. Мамандыққа деген махаббат пен карьерист болу екеуі біздіңше екі бөлек нәрсе. Махаббатпен істелген жұмыс қана нәтиже бермек. Екінші сөзбен айтқанда, мамандығыңыз сіздің сүйікті ісіңізге айналуы қажет. Бұл жағдайда адам жұмысқа ерекше құлшыныспен кірісіп, жұмысынан ләззат алады. Өз жаныңызға жақын мамандықты іздеп табу да барынша күрделі жұмыс. Өз қалауыңызды білесіз, бірақ мамандығыңыздың қалай аталатынын білмейсіз. Бұндай жағдайда психолог, профконсультант, мектеп психологтары, мектеп мұғалімдері, оқу орындарының оқытушылары, ата-анаңыз, туған-туыстарыңыздың көмегіне жүгінгеніңіз жөн дейді. Балалар, енді мәтінді мұқият тыңдадық. Бірінші тапсырма: кестені толтыруымыз керек. Яғни, мәтінде қандай мәселелер көтерілді, мәтіннің негізгі ойы қандай деген сұрақтарға жауап жазамыз. Мәтінде көтерілген мәселелер: мамандықты таңдаудың қиындығы, мамандықты темпераментке сай таңдау қажеттігі, еңбек пен мамандықтың айырмашылығы туралы, кәсіби көмекке жүгінудің маңыздылығы, нағыз маман болу үшін білім мен махаббат қажеттігі туралы айтылды. Ал мәтіннің негізгі ойы мамандық таңдау жауапты шешім екені айтылған. Ал енді екінші тапсырма: сөздік құрамның жасалу тәсілдерін атаңыз, мысал келтіріңіз дейді. Балалар, сөздік құрам бізде 3 түрлі тәсілмен жасалады: синтетикалық тәсіл, аналитикалық тәсіл, лексика-семантикалық тәсіл. Синтетикалық тәсіл бұл жұрнақ арқылы туынды сөз жасау, яғни мысалы ән, әнші. Ал екінші аналитикалық тәсіл дегеніміз негізгі түбірдің бірігуі, қосарлануы арқылы сөз жасау, мысалы сыйақы, ата-ана. Үшінші лексика-семантикалық тәсіл бұл белгілі бір сөздің жаңа мағынаға ие болуы арқылы жасалған сөз. Мысалы алма бұл зат есім, келесі алма бұл етістік болуы мүмкін. Ал енді үшінші тапсырмаға қараймыз. Берілген сөздерден жаңа сөздер мен жаңа тіркестер жасап кестеге түсіріңіз. Бізде сөздік қорда тас, ас, жас сөзі берілген. Біз сөздік құрамын анықтауымыз керек. Тас, тасқын, тасбауыр, тас жол, тас жүрек. Ас, астық, асхана, ас үй, аспаз, ас су, ас мәзірі. Жас, жас өспірім, жас маман, жастық шақ деген сияқты. Балалар, өздерінде басқадай сөздерді толықтырып жазсаңдар болады. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.